Достар, бұл видеода біз 5 қорқынышты фото туралы айтқымыз келеді. Осы суреттердің әрқайсысының өз тарихы бар. Фотодағы өліктер. Постмортем бұл қайтыс болған адамдарды суретке түсіру жанры. Қазіргі заманда бұндай фото әрине ешкім жасамайды. Бірақ 19 ғасырда адамдар өздерінің жақындарын есте сақтап қалу үшін осындай фотолар түсірген. Суретшінің қызметі өте қымбат болғандықтан, көбісі портретке тапсырыс бере алмаған. Сонымен қатар, өткен ғасырларда балалардың өлімі өте жоғары болды. Ал өлімнен кейінгі фото қайтыс болған баладан жалғыз ескерткіш болған. Өлім алдындағы фото. Мэри МакКуикен өзінің ағаларын Калифорнияда ұлттық паркіндегі Мора жартасының жоғары жағында суретке түсіргеннен кейін 2 секундтан соң оларға найзағай түседі. Кадрдың артында тұрған саяхатшы сол сәтте көз жұмды. Ал сол жақта тұрған Шон кейіннен жарақаттан туындаған асқынулардан қайтыс болды. Майкл МакКуикен оң жақта аман қалды. Олардың отбасы оқиға болған кезде 1975 жылы тамызда Сьерра Невадаға сапар шеккен. Сұмдық клоун. Фотограф мистер Джон Уэйн Гейсиді суретке түсіріп жатқанда сұмдық фото жасап жатырмын деп ойлаған жоқ. Оның ойы бойынша суретке түсіп жатқан адам үлгілі отбасының әкесі, дарынды клоун және мейірімді кісі. Джон клоун костюмын киіп, балалардың көңілін көтеріп жүретін. Сонымен қатар ол құрылыс бизнесмен айналысатын. 1978 жылдың 11 желтоқсанына дейін Гейсидің жанында соңғы рет көрген 15 жастағы Роберт Питц жоғалып кеткенше, бұл ақкөңіл толық адамның жасөспірімдерге жыныстық қысым көрсеткені үшін жазасын өтегенін ешкім білмеді. Жоғалып кеткен баланың анасы ол Гейсиге жұмысқа орналасуға кеткенін айтты. Полиция қызметкерлері клоунның подвалына түскенде 29 жас адамдар мен жасөспірімдердің денелерін тапты. Клоун маньяк құрбандарының жалпы саны 33 адам. Түрмеде 25 жыл. Бұл суреттің кейіпкері Бланш Монье. Ол өте сүйкімді қыз болатын. Бланш өзінің ата-анасына ұнамайтын жігітке ғашық болады. Әке-шешесі қарсы болып, батасын бермей жүргенде, аяқ астынан қыз жоғалып кетеді. Туыстары мен жолдастары ол жақындарына ренжіп, үйден қашып кетті деп шешеді. Солай 25 жыл өтті. 1901 жылы күндердің бірінде полицияға бір үйдің шатырында әйел қамалып жатқаны туралы мәлімет түседі. Бланшты тапқан кезінде ол әбден әлсіреген, салмағы небары 25 килограмм болды. Анасы қызын ұнамайтын жігітке бермеу үшін қамап қойған екен. Жасаған ісіне ол сотталып түрмеде қайтыс болды. Бланш емханада 13 жыл өмір сүрді. Соңғы еврей. Бұл фото Украинада Винница қаласында Холокост эпизоды ретінде жасалған. Фотода неміс солдаты ордың шетінде өлтірілген еврейлердің жанында белгісіз еврейдің басына тапаншаны тақап тұр. Бұл немістердің еврейлерді жоюға қатысы бар Холокост тақырыбындағы ең танымал суреттердің бірі. Фотоға қараған сайын болған жағдай сұмдық екенін түсіне бастайсың. Достар, біз сіздер үшін дайындаған деректер пайдалы болды деп ойлаймыз. Біздің каналға жазылып, лайк қойып отырыңыздар. Кездескенше.